Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Word мәтіндік редакторы. Бүгінгі сабақта үйренеміз. Мәтін теру ережесін сақтай отырып, мәтінді өңдеуді үйренетін боламыз. Суретке назар аударамыз. Берілген суретке қарай отырып, қандай ортақ тақырып ұсынар едің? Жарайсың. Оқушылар, көптеген мамандық иелерінің жұмысы мәтінмен байланысты. Компьютерде мәтін теру, өңдеу және сақтауды оңай орындауға болады. Компьютерде мәтін теру үшін әртүрлі мәтіндік редакторлар қолданылады. Бүгін біз компьютерде мәтін теру үшін қолданылатын Word бағдарламасымен танысатын боламыз. Word бағдарламасы мәтіннен тұратын құжаттарды дайындауға арналған мәтіндік редактор болып табылады. Microsoft фирмасының офиске арналған программалық өнімі. Оқушылар, Word бағдарламасын компьютерімізде қосу үшін пуск батырмасын басамыз. Меңгердің көмегімен барлық бағдарламалар бөліміне өтеміз. Барлық бағдарламалар бөлімінен жылжыту арқылы Microsoft Office бумасын таңдаймыз. Word бағдарламасының үстінен екі рет тінтуірдің көмегімен шерту арқылы ашамыз. Балалар Word бағдарламасын ашқанда осындай терезе пайда болады. Үстіңгі жақта документ деп орналасқан жер тақырып жолы деп аталынады. Төменгі жақтағы файл, ставка, макет, главная бөлімдері мәзір жолы деп аталынады. Шрифтерді өлшемін өзгертуге, жирный, курсив тағып жазуға арналған бізде құралдар тақтасы көрсетіледі. Әрі қарай бізде қалып күй қатары көрсетіледі. Қалып күй қатарында біздің беттердің саны, ол беттерді үлкейтіп қарау батырмалары көрсетілген. Ең жоғарғы жағында бізде бумамызды жабу, кішірейту, үлкейту және де жинап қою батырмалары көрсетілген. Жаңа жұмысты бастау үшін файлға барамыз, создать батырмасын басамыз. Жаңа құжат. Біздің алдымызда жаңа құжат жасауға арналған бет ашылды. Бірінші жерге 3-ші сынып оқушылары деп жазайық. Бұл жазудың түрін өзгерту үшін тінтуірдің көмегімен белгілеп аламыз және түсін өзгерту батырмасын басамыз. Бұл жазуды біз жирный қыламыз және курсив қыламыз және астын сызып қоюымызға болады. Сонымен қатар біз әріптерге өлшем бере аламыз және оның типін өзгерте аламыз. Біздің қағаздың бетінде жазуымыз шетінде немесе жанында, ортасында орналастыру үшін абзац бөліміндегі батырмаларды қолданамыз. Және де берілген жұмысымызды сақтау үшін файл сохранить как рабочий стол, яғни сақтау орнымызды белгілеп аламыз және де құжатымызға тақырып береміз. Сақтау батырмасын басамыз. Мәтіндік редакторде мәтін терудің мынандай ережелері бар. Мәтіндік редакторде бас әріпті жазу үшін шрифт пермесін басып тұрамыз.
Ал барлық әріпті бас әріптен жазу үшін caps lock пернесін қосамыз. Тыныс белгісі мен сөздің арасында бос орын қойылмайды. Бос орын тыныс белгіден кейін қойылады. Мысалы, кітап, үтір, бос нүкте, кітап, үтір, бос орын, дәптер, үтір, бос орын, қалам. Сөздерді тырнақша немесе жақшаға алып жазғанда бос орынмен ажыратпайды. Меңзерді жолдың басына апару үшін перне тақтадағы home батырмасын, ал жолдың соңына апару үшін and пернелерінің көмегімен жылжытуға болады. Тапсырма. Дәптерге құрылғы атауларын жаз. Word редакторының құралдарын суретіне қарай отырып, қандай қызмет атқаратынын болжа. Кесте құрып, дәптеріңе жаз. Жарайсың. Балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.